Шымкент қаласының мұғалімі онлайн білім беретін еліміздегі ең үздік оқытушы атанды. 34 жастағы Дилбар Нарметова нөмірі 45-ші гимназияда жұмыс істейді. Оның оқушылары Білім Ленті платформасында белсенділік танытып, сабақ кезінде жақсы нәтиже көрсеткен. Здравствуйте, ребята! Рада вас приветствовать. Дилбар Нарметованың сабағы оқушыларды еш жалықтырған емес. Оқыту барысында ол интерактивті тақтаны ұтымды пайдаланып, балаларды қызықтыруға тырысады. Өйткені бастауыш сыныптағыларға білім беруде тиімді тәсілдерді пайдаланған жөн дейді жас мұғалім. Работая с детьми, мы уже знаем. Балалармен жұмыс істеу арқылы олардың мінез құлқын анықтаймыз. Соған қарай әрбірімен жеке тығыз қарым-қатынас орнатамыз. Сабақты көбіне жаңа бағдарламаға сай ойын түрінде өтіп келеміз. Шымкенттегі білім беру ордалары аралас оқыту үрдісіне көшкен. Яғни оқушылар негізгі пәндерді мектепте өтсе, қалғанын үйден онлайн жүйеде оқиды. Соған сәйкес мұғалім де сыныптағы сабағынан соң шәкірттермен қашықтықтан байланысуға асығады. Меня хорошо слышно? Все на связи? Очень приятно, что наш педагог. Дилбар Анаркулованың республикада бірінші орын алғанына қуаныштымыз. Біздің оқушылар Білім Ленті электронды платформасымен барлық пәндерді оқып жүр. Педагогтар онлайн білім беру жүйесі алғашқыда қиын болғанын айтады. Үйрене келе тиімді тұстарын да байқапты. Оқушылар жауапкершілікті сезініп, өз бетінше ізденетін болған. Алайда бастауыш сынып бүлдіршіндерін мектеп қабырғасында оқытудың артықшылығы көп. Мне нравится в школу ходить. Маған мектепке барған ұнайды. Сабақ оқығанды жақсы көрем. Мне нравится ходить в школу. Мектепте қызық көп, балалармен де араласамыз. Сол себепті маған мектепке келіп оқыған жақсы. Жаңашыл ұстаз үнемі ізденіс үстінде жүреді. Оның ғылыми жұмысы Прага қаласындағы халықаралық педагогикалық журналда жарық көрген. Білікті ұстаздың еңбегі өз елінде де ескерусіз қалған жоқ. Былтыр оқу мен тәрбие ісінің үздік ұстазы төсбелгісімен марапатталды. Шыңғыс Қалиден, Катерина Попкова, Нұрмұхан Бекмұратов, Нұрмұхан Мұсатов, Хабар 24, Шымкент.